everybody. Бүгінгі сабағымыз алдыңғы сабақтардан кішкене өзгеше болғалы тұр. Себебі байқаған боларсыздар, менің сабақтарымның барлығы бастауыш деңгейдегі оқырмандарға арналған екен. Алайда байқағанымдай сіздердің араларыңызда жалғастырушы деңгейде бар. Мен оны білемін. Сол себепті сіздерге де бұл видеоны арнадым. Алдын ала ескерткенді жөн көрдім, себебі бастауыш деңгейдегі студенттерім шошып кетіп, мынау қандай қиын сөздер деп оқығысы келмей қалып жүрсе, мотивациясы түсіп қалса мүмкін, иә. Сол себепті айтып қояйын. Бүгін біз грамматика өтпейміз, біз бүгін қарапайым сөздерді қарастырамыз. Сол үшін дәптерді ашып, жаңа сөздерді жазуға дайындалып отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз кеш төңірегінде өтпекші, яғни вечеринка, орысша айтқанда, иә? Ең бірінші сөзіміз throw a party. Кеш ұйымдастыру. Мысалы, I want to throw a party. Мен кеш ұйымдастырғым келеді. Yeah? Would you like to come? Сен келгің келе ма? Would you like to come? Сен келгің келе ма? Мен келісемін деген қалай болады екен? Мен келісемін. I'm in. Мен келісемін. Ал мен келіспеймін қалай болады екен? I'm out. Келесі, біз бірден екі сөз тіркесімен танысамыз. Ең бірінші сізге сөйлем беремін. Сіз аударып көріңіздер. Содан кейін бірге талдаймыз. I'm looking forward to chill out. Аударып көріңіздер. 1, 2, 3. Дұрыс. Яғни, I'm looking forward to. Бұл сөз тіркесін жаттап алыңыздар. Мен бір нәрсені тағаттана күтемін. Немесе мен бір нәрсені қатты қалаймын. Ал келесі chill out деген сөз демалу. Chill out, демалу. Келесі сөз I'm beat. Мен шаршадым. I'm beat. Жазып алыңыздар. Бұл менің жалғастырушы деңгейге арналған жаңа рубрикам. Егер де сізге ұнап жатса, лайк басыңыздар. Әлі де жаңа видеолар шығады.